Бұта қою жасыл түсті. Енді біреу бояп кетті. Екі талдың көлеңкесі қосылмай тұрады. Енді қосылды. Әйтеуір бір сағаттан соң бір-бірінің үстіне шығып алмаса болды. Мына бұта қайдан келді? Жалпы планда жоқ еді ғой? Енді ұшып кете салған ше. Сынбай тұрған ағаш біраз ойланып, Қазір сені де түсірерміз. сына қалады. Арттағы тас қорқып жанға жылжып кетеді. Бір бұта жапырағы түсіп шірей салады. Жоқ жерден жаңағы тас көмектесуге келеді. Түркістан қаласынан қонаққа келдім. Мына өзен жағасындағы ауылға. Сонда атам тұрады. Балалар ұзақ уақыт сөйлесіп келе жатып, жалпы кадрдан көрсеткенде түкте қимылдамаған. Оның өз сыры, өз әдемілігі бар ғой. Бұл өтке түсіп, қалған өмірін сонда өткен. Мына қалпақтардың алдынан көрсеткенде біреуі де сәйкес келмейді ғой. Сол үшін де ол әулие ата. Осы жерде егіздерге айналған сабақ болып жатыр ма, әлде аниматор еріншек пе? Ұстаға сәлем бердік. Точно аниматор еріншек екен. Ұйықтап жатқан тауықтар түсіп үлгеретіндей уақыт болмады ғой? Тоқта, негізі үлгі осылай еді. Ал мына үлгі басқаша. Әлде басынан жаздым екен. Бәсе, мына оңдырыс екен. Мына кісі ауызын қимылдатпай сөйледі. Қайдан үйреніп алған екен? Мына кісі келе жатып, аниматорға ұнамай, аниматор салмай қояды. Ай, аниматорлар, ай. Мына кісіге қалпақ кигізсе ұқсамай қалады деп ойлай ма? Қарбыздар кедергі жасамас үшін кетіп қалыпты. Қыз жалғыз өзі қорқып, тағы біреуін шақырып алды. Бала бұлайынан тұратын болса, садақ сынады. Ал егер садақ шыққанның өзінде бұлай ұшпау керек. Әдеттегідей керек зат керек жерде, керек кезінде пайда бола қалады. Әдеттегідей жауыздар өз-өзімен сөйлесіп, барлық жоспарын айтып беретін қайсыншы күн екенін айтпай-ақ қояйын. Болмаса, атым өшін. Кешіріңіз, мырзам. Бұл жебе Тәуке ханның жүрегіне не үшін қадалмақ? Сен бұл сөзді естімеуің керек еді, балақай. Енді өсіңнен көр. Сақалды да бояйды ма? Мынау тым көп қой.